Ассаламалейкум, құрметті менің оқырмандарым. Мен есім Айнай Фернур Исабекұлы. Ерлер денсаулығына арналған YouTube каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп алыңыз. Бүгінгі тақырып бізде гормондардың королі тестостерон жайында болады. Толық тестостерон жайында ақпарат беретін боламын. Себебі өте көп сұрақтар қазіргі кезде. Қазіргі біздің мынау ішіп жеп жатқан тамақтарымыздың салдарынан көбісінде тестостерон төмендеп жатыр. Көп қимылдамағанның салдарынан көбісінде тестостерон төмендеп жатыр. И сол тестостерон төмендеуі бізге қалай әсер етеді, және тағы да не тестостерон төмендетеді, сол бойынша айтатын боламын. Тестостерон деген гормон еркектерде именно подростковый период кезінде, мынау білеміз ғой да, бір жаздың өзінде балалар мысалы кетеді, или там бір жазда көрмей қаласыздар да, бір кезде қарасаңыздар балалардың бойы резко 20-30 сантиметрге өсіп, дауыстары өзгеріп, сақал мұрт шығып деген сияқты өзгерістер болып жатады ғой еркектерде, жігіттерде. Сол өзгерістердің бәрі тестостеронның көмегімен болады. Именно подростковый период кезінде. Мысалы, детский анализ кезінде 0,003 болса, тестостерон нанограмм, сол подростковый периодке өткен кезде 1-ге 1,0 болады. Яғни 3 0-ға алдыға жылжиды деген сөз. 1000 есеге көтеріледі деген сөз, көрдіңіз бе? Сол 1000 есеге көтерілгеннің көмегімен біздің дене сонша өседі. Өйткені ол денені сонша сантиметрге өсіру үшін, 20-10 сантиметрге өсіру үшін сондай бізге бір энергия керек, күш керек. Сол күш осы тестостеронның көмегімен болады. Енді ол қай кезде өседі? Қазіргі біздің кішкентай балаларымыз өте көп приемға қазір жастарды алып келіп жатыр, кішкентай балаларды. Өспей жатыр, бой өспей жатыр, салмақ өспей жатыр, дауыс өзгермей жатыр деген сияқты, жұмыртқасы өспей жатыр, мүшесі өспей жатыр деген сияқты шағымдармен өте көп алып келіп жатыр. Бағанағы процестердің бәрі болу үшін бізде бірінші жұмыртқа өсу керек. Мысалы, ұзындығымен айтатын болсақ, сіздерге түсінікті болу үшін 2,5-3 сантиметр, 4 сантиметрге жететін болса, ол жаңағындай бойды резко өсіріп, жаңағы баланың бойы, бүткіл жаңағы денсаулығы подростковый периодке өту уақытылы болады. Егер бізде жұмыртқамыз дұрыс өспей қалған болса, оны біз кішкентай кезінен қадағалап отыру керекпіз, жасына сай дамып келе жатқанын. Егер сол жұмыртқамыз дұрыс жасына сай жетілмей жатқан болса, онда ертең бізде де подростковый период кезінде де резкий скачоктар болмайды да, байқалмай өтіп кетеді. Кейін вроде 1-2 жылда вроде суреттерден қарап қана белгі көре алатын боламыз. Сол үшін подростковый период кезіне жеткенше жұмыртқа ненің көмегімен өседі. Ол үшін балалар қазіргі кезде көп қозғалмайды. Сидячий образ жизни. Балалар үйден шықпайды, мектепке барып келеді, үйде отырады, компьютердің алдында, сотканың алдында отырады. Сол жұмыртқалардың бәрі дұрыс жұмыс жасау үшін, дұрыс өсу үшін балалар активны болу керек, көп қимылдау керек, спортпен айналысу керек. Мысалы, кейбір ата-аналар келіп жатады, жоқ, балам спортпен айналысады деп жатады. Сосын мен сұраймын, спортпен қанша уақыт айналысады? Аптасына 3 рет барады, 1 сағатта. 1 сағат ол өте аз балалар үшін. Балалардың энергиясын жұмсау үшін ол өте аз. Қазіргі кезде біз балалар шуламасын деп не істейміз? Сотка беріп қоямыз, наоборот. Балаларды қимылдатпаймыз, энергия жұмсалмайды ол жерде. И ол тестостерон жұмыс істеуіне запрос жасалынбайды ағзадан. Сол үшін ол жасалыну үшін бала көп активно қимылдау керек. Сол активно қимылдаған кезде оның жұмыртқасы жасына сай дамып келе жатады. Именно сол подростковый периодқа келген кезде жұмыртқасы 2,5-3 сантиметрден аса өсіп алған кезде ғана баланың бойы резко өседі. Енді тестостерон өспей қалатын болса, тестостерон аз болатын болса, бізде қандай проблемаларға алып келуі мүмкін? Ең бірінші, бастапқысы, ең опасный, ол жировое отложение дейді ғой, май басу. Ол май қай жерлерді басады? Май бауырды да басуы мүмкін, май қан тамыр жүйелерінде басуы мүмкін, май жүректі де басуы мүмкін, май бүткіл жерлерді, бүйректің айналасындағы да май, жаңағы іш май деп қойшы еді, сол майлардың бәрі көбейіп кетеді. Ол көбейіп кетсе, ол біздің денсаулығымызға зиян. Ертең жүрекпен проблема болуы мүмкін, ишемическая болезнь сердцеға алып келуі мүмкін. Қан тамырлар жүйесін май басып қалса, ол мүшенің әлсіреуіне алып келуі мүмкін. Себебі мүшенің тұруы қан тамыр жүйесіндегі қанның келуімен болады. Егер қан тамыр жүйесінде атеросклеротический бляшки дейміз ғой, сол бляшкаларды былай жалпақ тілмен айтқанда кәдімгі біздің майлар, май басу деген сөз.
соларға май басатын болса, онда мынау аяғым тоңып жүреді деген сосудтардың ұшына, аяқтардың ұшына, саусақтардың ұшына қан дұрыс жетпейді да, май басқаннан кейін сосудтар. Өйткені бұл жерде майлар, сосудтар өте тонкий ғой. Сол сосудтарға қан дұрыс май басқаннан кейін, қан жетпегеннен кейін аяқ қолымыз тоңып жүретін болады. Сосын жаңа энергия жоқ болады, шаршағыштық болады постоянно. Себебі тестостерон гормоны ол бізге энергия, күш, қуат беретін гормон. Еркектерді еркек қылатын гормон, еркектерді жап-жас болып тұратын гормон. Майды, себебі тестостерон гормоны ол майды ыдыратып, майдан түзетін гормон. Яғни бізде май көп болатын болса, тестостерон гормоны автоматически аз деп есептей берсек те болады уже. Сондай проблемаларға алып келуі мүмкін. Сосын мынау сүйектің ішіндегі минеральный плотность, бүткіл мынау сүйектің ішіндегі, сүйекке де жауап береді екен ғой тестостерон гормон. Минеральный плотность кететін болса, мысалы аяқ қол сынғыштық болады. Даже үлкен кісілерде, мысалы байқасақ, кейбір комнаталарға, кейбір жаңа үлкен кісілер жатқан комнаталарға кіріп қалатын болса, бір иіс шығып тұрады да. Денеден, адамның денесінен де бір иіс шығарады, жағымсыз иістер шығару мүмкін. Тестостерон гормонының төмендеуі, мүшенің әлсіреуіне, желанияның төмендеуіне алып келуі мүмкін. Тестостерон төмендеуі. Сосын стресс, депрессия, даже соңғы зерттеулер бойынша, сахарный диабетке де алып келуі мүмкін. Тестостерон төмендеу. Ойлаңыздар да, бұрын біз не деуші едік, тестостерон төмендеуі, сахарный диабет, ол көбінесе наследственный болады деп есептеуші едік қой да. Себебі ол кезде алиментарный, тамақтан болатын сахарный диабет ондай қатты көп болмаған, себебі ондай тәттілерді көп қолданбайтынбыз, қазіргі қолданып жүргендей. Қазіргі кезде тәтті заттарды өте көп қолданып жатырмыз. Тәтті сусындар, газированный сусындарды, торт, пирог, бүткіл жеп жатқан тамақтардың бәрі бізде жеңіл углеводтар. Углевод деген көмір сулар, ол тез усваиваться етіледі, адам ағзасында әйел гормонын көтереді. Әйел гормонын көтерілгеннен кейін, яғни тестостеронды әйел гормонына айналдырып жібереді. Сол үшін тестостерон әйел гормоны негізі тестостерон гормонынан, эстрадиол гормоны тестостерон гормонынан шығады. Тестостерон гормоны бізде кейбіреулер маған жазып жіберіп жатады, менде тестостерон гормоны нормально, міне жоғары көтеріліп тұрды. Вот сол тестостерон гормоны көтеріліп тұрған кезде, көтеріліп жатқан кезде, ол тестостерон гормоны көбінесе жаңағы рецепторлар, біздің чувствительность төмендейді рецепторлардан. Тестостерон гормоны көтерілген кезде солар әйел гормонын айландырып жіберіп отырады. Сол үшін әйел гормоны көтеріледі, и тестостерон гормоны да көтеріледі. Якобы тестостерон өзің ғана тапсырса, вроде бы тестостерон нормальный сияқты. Бірақ бағанағы гормондармен бірге тапсырсақ, уже тестостерон уровень, біз организм оны сезбей жатқанын біз анықтайтын боламыз. Осындай проблемаларға алып келген кезде ағзада біз, мысалы, менде жақында бір пациент болды. Пациентте сахарный диабет бар, пациентте жүрегіне 3 стенд қойылған, пациентте мүшесінде болезнь Пейрони ауруларының да алып келу себебі тестостерон төмен болуының салдарынан да болезнь Пейрониға алып келуі мүмкін. Баланың бойының өспей қалуы, баланың ойының өспей қалуы, кішкентай сияқты болып жетілмей қалуының бәріне осы тестостерон гормон жауап береді. Сол үшін мен айтатын, еркекті еркек қылатын гормон осы тестостерон гормон. Сол үшін еще качественно қартаюға жауап беретін гормон да тестостерон. Сапалы қартаю. Бізде көбінесе бүйтеді, енді Алланың бергенін жасаймыз ғой енді. Мысалы мен айтам да, тестостерон гормоны төмен болса, қатынасты ерте тоқтататын болса, ерте инсульт, инфаркт болу вероятность жоғары болады. Яғни инсульт пен инфаркттан өліп қалу вероятность жоғары болады. Енді біздің медицина қазір дамып жатыр ғой. Дамыған заманда жаңағы менің пациентім сияқты 3-4 стенд салдырып алып, немесе АКШ жасап, өз-өзін қинап, қанша рет, бірнеше рет операцияға түсіп жататын кездер болады. Ол әрине өмір сүру сапасын төмендетеді. Диетада отырады. Анан жеуге болады, мынан жеуге болмайды, бәрін қадағалап отырады. Көп жүруге болмайды, ана жаққа шығуға болмайды. Ограничениялар, өңшең ограничениялар. Керек па сондай ограничениялар бізге? Сол үшін, сондай ограничениялар болмас үшін, біз сапалы қартаю үшін, қартайған кезімізде футбол, баскетбол, немерелерімізбен ойнап жүру үшін біз неге көңіл бөлу керекпіз? Тестостеронның мөлшеріне көңіл бөлу керекпіз. Егер тестостеронның мөлшері бізде уровені жақсы болса, онда біз жаңағы өзгерістердің бәрінен арылатын боламыз.
даже сахарный диабет, семіру, жүректі, бүйректі, бауырды май басу деген сияқты проблемалардан арылатын боламыз. Ал енді тестостерон гормонын бізде бірнеше органдар береді. Бірақ ең основной тестостерон гормонын продуцировать ететін орган ол аталық безі. Аталық безіндегі лейдига клеткасы сол тестостерон гормонын беріп отырады. Яғни тестостерон гормоны бізде нормально болу үшін біз аталық безін 15-20 жасқа дейін дұрыс өсуін қадағалап алу керекпіз. Егер сол уақытта біз алтын уақытымызды өткізіп алсақ, аталық безі бізде өспей қалған болса, ертең өмір бақи осымен страдать ететін боламыз. Бірақ біз түсіну керекпіз, қазіргі кезде тестостерон гормонын біз сырттан ағза, мысалы аталық безі қандай беріп жатыр тестостерон гормонын, енді тура сондай Аллахтың жасағандай жасай алмайды әрине адам. Бірақ сырттан да біз тестостерон гормоны төмен болып қалса, сырттан да береміз. Не үшін? Ертең инфаркт, инсультпен өліп қалмас үшін, качественно өмір сүру үшін, сапалы өмір сүру үшін. Яғни, мысалы біреу қонаққа шақырады, қойшы шаршап тұрмын, желание жоқ. Қатынасқа шақырады, қойшы шаршап тұрмын, желание жоқ. Сондай болмас үшін постоянно все барамыз, не істейміз, ана жаққа барайық, мына жаққа барайық, мынаны істейік, бүйтейік, сөйтейік деп оптимист болу үшін, настроение жақсы болу үшін де тестостерон гормонын уровеньде, нормальный уровеньде ұстап отыру, қадағалау керек. Еркектердің бәрінде 30 жастан кейін тестостерон гормоны төмендейді. Менде төмендемейді деп ешкім айта алмайды. Яғни еркектердің бәрінде тестостерон гормоны төмендейді деген сөз. Оны қадағалап отыру үшін, яғни поддержка жасап отыру үшін қазіргі кезде бізде витаминдар, дәрілік заттармен поддержка жасап отыру керек. Просто тастап қойып, менің тестостерон нормальный деп қазіргі кезде олай тастап қоя алмаймыз. Себебі көп қимылдамаймыз. Ішіп жеп жатқан тамақтардың бәрі химикаттар, оларға колоссальная энергия кетеді, ол химикаттардың бәрі. Сондай соларға кетіп жатқан энергияларымыз біздің ағзадағы гормондарымызды, витаминдарымызды бәрін төмендеуіне алып келеді. Ол біреуі төмендеу бір-бірлеріне әсер етеді. Біреуі төмен болса, мысалы витаминдің өзі тестостерон гормонға, жүректің ауруларына, инфаркт, инсультына, иммунитетке, мүшенің тұруына бәріне әсер етеді. Ал біз витаминдіні қадағаламаймыз. Мына жақта тестостеронды ғана қадағалап отырсақ, ол болмайды. Сол үшін ағзадағы витаминдердің бәрін біз қолға алып қадағалап отыру керекпіз қазіргі заманда. Себебі біздің жеп жатқан тамақтарымызбен витаминдар түсіп жатқан жоқ. Аз мөлшерде түсіп жатқан болуы мүмкін, бірақ бізде жетерліктей мөлшерде түсіп жатқан жоқ. Сол үшін немесе дұрыс тамақтануды қолға алу керек, бірақ дұрыс тамақтануды қолға алып, мына жақта анализдер тапсырмай қоя салуға болмайды. Анализдерді периодически, хотя бы мен кеңес беретін, жылына бір рет, немесе 2-3 жылда бір рет хотя бы тапсырып отыру керек, чтобы ертең 50-60 жасымызда инфаркт, инсульт алып қалмас үшін. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, төменде комментарий жазып кетсеңіздер, келесі видеода қандай тақырыптарды тыңдағыларыңыз келеді, соларды жазып кетсеңіздер, сол тақырыптарды қозғауға тырысатын боламыз.